Ауруға мойымаған әлем чемпионы. Күндердің күнінде спорттың бір түрінен әлем жеңімпазы жаман ауруға шалдығады. Арада бірнеше уақыт өтіп, оның жағдайы күрт төмендейді. Сол сәтте оның жақын досы ауруханаға жағдайын сұрауға келеді. Әлгі чемпионның төсек тартып жатқан жайына қарап, неге осы ауруды Аллах тағала саған берді, неге сені таңдады деп күрсінеді. Сонда чемпион досына қарап, мені тыңда, балалық шақта әлемде 50 миллион адам белгілі бір спортпен айналысады. Оның ішінде 5 миллион ғана тұрақты түрде жалғастырады. Алайда кәсіпқой дәрежеге соның ішінде 500 мыңы ғана жетеді. Сондай-ақ олардың 50 мыңы ғана жарыстарға қатысады. Оның ішінде 5 мыңы халықаралық дәрежеде бақ сынай алады. Нәтижесінде олардың 500 ғана жүлделік орынға ие болады. Сосын бұлардың ішінде 50 ғана әлемдік жарысқа жолдама алады. Ал оның 4-еуі болса жартылай финалға, 2-еуі соңғы финалға шығады. Соның ішінде соңында 1-еуі ғана жеңіске жетеді. Ендеше мен осындай 50 миллион адамның ішінен таңдалып шығып, әлемдік жеңімпаз атанғаннан кейін бұл Аллахтың қалауы екенін білдім. Енді маған айтшы, осыдан кейін мен қалайша мына бойымдағы ауруды берген Аллахқа сын айта аламын деген екен.